Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге тағашыңызды таңдасыз. Өшіміздер, мен енді осындай видео түсіріп жатырмын. Енді өздеріңіз ютубер танитын осы Вегас деген өшім. Бұл Вегас деген ютубер енді күйдік болып шықты. Өшім қалай күйдік десеңіздер, өшім мен інім бар еді. Біріншіден бастан бастап айтайын. Өшім мен інім бар еді. Өшім сол інім жазғанда банап қалды да, 5 причина осы. Өшім 5 причина банап қалды. Соны енді жаңа аккаунт алып беремін деп Вегасқа жазғам. Өздеріңіз білетін шығарсыз, енді Вегас аккаунт сатасыз, сөйтіп сондаймен айланысып жүр. Енді өшім өздеріңіз білетін шығарсыз. Так, енді басын сіздерге көрсетейін. Өшім достар, енді күйдік емес, анау мынау дейтіндерге енді не айтамын, мен басқа ешнәрсе айта алмаймын. Өшім күйдік емес дейтіндерге бұны мен бұрыннан танимын. Майнкрафт түсіріп сондай бір бәле қылып жүрген, бұл бұрыннан бері. Өшім жақсы танимын бұл баланы. Өшім осыған тауып алайын. Так, енді достар, енді білмеймін не істейтінімді. Енді өшім мен осылай видео түсіруден басқа ешнәрсе істей алмадым. 5000 теңгеге қадалып қалдым. Өшім енді қазір көрсететін боламын. Наште сөйлескен болатынбыз. Өшім көріп тұрған шығарсыздар. Өшім достар, наште сұраған болатын осыда. Өшім достар, енді қазір көрсетемін, тыңдатып. Так, өшімдер, есік болған жаздар. Өшім енді соған жазған болатын. 3000-2000 теңгеге аккаунт бар ма неме деп бәрін түсіндіріп айтқан болатын. Ол иә бар, қашан аласың, ертең болатын шығар, деді. Ертең ал дейді. Скриндер бар ма дедім. Иә, ертең көрсетемін деді. Жоқ, мен оған өйстіп жаздым, өздеріңіз оқып алыңыз достар. Өшім мен оның бәрін оқып отыратын уақыт жоқ менде. Өшім енді тез түсіріп тастайын деп жатырмын. Өшім өздеріңіз қарап тұрғанда, енді өшім осылай сөйлескен болатынбыз. өздеріңіз жайлап оқып алыңыздар. Стопқа қойып, өшім бірінші ақша ғой дейді. Өшім наште өзі жазған болатын, қараңыздар. Пароль бәрін беремін, кейін көріп аласың, анау мынау деді. Сөйтіп одан кейін басқаша сөйледі бұл. Бірінші ақша ғой, анау мынау деп. Енді қараңыздар, наште өшім осыны тауып достар. Өшім так, бүріште емес достар, ақша бергенім көрсетейін деп жатырмын. Өшім қазір сіздерге. Так, наште нөмерін пихать етіп қоймай жатыр әлі. Өшім соны сразу жібер, анау мынау деп отқан ғой. Так, ақша тұрма қазір. Өшім наште голосовой жіберген болатын. Менде қазір Каспий Голдта ақша анау мынау деп жіберген болатын. Ертең кивиге салып жіберетін болам деп жіберген болатын. Өшім наште оны естіртпей ақ қойын, или естірте салайын. Өшім тыңдаңыздар. Өшімдер, енді тыңдаған жастар. Өшім енді так, бірінші ақ скрин жіберіп көрейін дедім. Ой, ұмытып кетіппін. Привязка ВК ғой дейді. Бұл 12 бұл 1-2 апта бұрын жасалған скрин, қазір бұл акта басқа заттар бар дейді. Наште жіберген, соны сразу сол аккаунтты скриндан сразу удалить етсет. И мынау жіберген осын. Өшім соны тек скринді удалить етіп, мынаны удалить етіп жүйесіне шығып кеткен ба, сондай бір нәрсе. Наште не дегенім, соны естіп. Так, өшім наште не дегенім, соны естіп алыңыздар. Өшім достар, қазір көресіздер. Так, басынан қоямын достар, естіңіздер. Точно андай 3500 теңге ма анау мынау деп сұрадым. Мен анау дерзкий аккаунт болды. Өшім енді негізі 6К бунтарканың группасы көріп жүрген шығарсын дедім. Күнде шығарып жүр, өтпей жатыр дей ма, сондай бір нәрсе деп мейді шіріп жүрді. Өшім енді 6Лге салайын ба, мен инициалға сала салсай деді. Өшім сөйтіп мен инициалға салайын десем 6Л салдым. Өшім жібердім достар. Осылай өшім жіберген болатын. Өшім 3500 теңге бірінші жібердім. Тура осы нөмерін көріп тұрған шығарсыздар. Өшім достар, енді тура осы нөмерге жібердім. Наште голосовойды естіп көріңіздер. Өшім енді. Иә, сол номер. Иә достар, өшім мен наште өзім сұраған болатын. Тура Вегас сенсің ба өзің, нөмерің дұрыс па анау мынау деп бәрін сұрап жатырмын. Иә, дұрыс, анау мынау деп өзі жауап берді. Содан кейін өзім салдым. Наште не деген естіңіздер.
иә достар, в общем, естіген шығарсыздар, бір бәле деп ми чертті бұл жерде. В общем, себеш брат, наште жіберіп қойдым болды брат деп жазғам. Естіген шығарсыздар өздеріңіз достар. В общем, жібеш брат дедім, алло, наште жаман қатты игнор ұстады енді. Білмеймін, аккаунт болды бермейді ау деп ойладым. Бермеді достар. В общем, мен өзім ойлағандай тура болды. Так, осындай жаманда дедім, жаздым енді. В общем, өздеріңіз тыңдап көріп жатқан шығарсыздар наште. В общем, наште голосовой тыңдатпай қойын. В общем, енді өште боқтық сөздер бар походу. Соған ренжімейсіздер достар. В общем, енді мынаны кездер сақ. В общем, жазбай қойған кейін түнгі 12:30 жазып тұр да достар. Бұл маған шок, просто ғой достар. Қалай жыламайсың? 5000 теңге қалап қалмы? Қазір тағы 1500 теңге сұрады достар, ұялмай. Негізі 2000 теңге сұрады да. Содан кейін мен тағы игнор ұстап не істемейсің ба шеше дедім да. Тағы игнор ұстасаң не істеймін шеше дедім. Енді достар, енді ондай кезде тілден анау заттар шығып кетуі мүмкін. Енді мән бермеңіздер оған. Өзі наште айтып тұр, мен Вегаспын ғой, ойымдамаш жаны әдемі игнор болмады, бағана әдейіге игнор болмады. Далда өлең тыңдап жүредім дейді. Үйге енді келдім, сен менен неше сәт алдың уже алдам оқи алмай кеттім достар, енді ренжімейсіздер. Алдында бір рет соны деймін, не түсінбедім наште. Үшін сен 3500 деп едің ғой, өзің тұршы сөзіңде брат дедім. Сіз біле жалқы 2К короче деді да. Наште өзіңіз оқымаңыз достар. Үшін келістік. Одан кейін менде 1500 теңге ғана бар дедім. Сөйтіп 1500 теңге жібер деді. Бағана ғой, я деді. Я дедім. No, 6 ел дейді, осыған деді да. Сөйтіп давай жібердім, без игнор только дедім да. В общем, енді өзіңіз көріп тұрған шығарсыздар достар. Енді қазір күт түспет дедім наште өзім. Қазір түспет деді наште. Уже неғып бастап жатыр достар. Өзі уже сөздің тайқып, аккаунт бермеудің тайқып жатыр достар. Көздер ма? 6 ел деген қоя, 6 ел дедің қоя деді. Я дедім. Сөйтіп мен тура 2 нөмерге салдым достар. Мен бірінші осы нөмерді жіберді ол басында. Одан кейін тура сол нөмерге жібердім. Мен в общем осы наште голосовой сөйлескенбіз. В общем, өзінше басына ұрып тұрған, түсінбей жатқан адам сияқты бір бәле болып тұр. Енді наште сөйлескен болатынбыз достар. В общем, өздеріңіз оқымаңыздар достар. Енді Бексу Вегасқа не істерін білмеймін. В общем, дардай ютубер болып алып, мен қадап кеткен бір түрлі болды бұның. В общем, інімнің аккаунты банға кеткеніне түсінбей қалдым. Бүгін бір түрлі күн болды достар. В общем, інімнің аккаунты өзіне өзі банға кетті. Антенна қолданбаған, чит қолданбаған, сондай бір нәрсе болып, аккаунты өзіне өзі банға кетті қалды достар. Енді онлайн отыр, әлі оқымай жатыр, көздері ма достар? Значит, бұл кидок уже. Оқымай жатса кидок бұл уже. Қараңыз, көрдер ма? В общем, өздері түсінген шығарсыздар. Вегастың каналы ютубтан кеттім анау деген. Бұл еще бунтаркамен өзі сөз байласқан ба, сондай бір нәрсе. В общем, бунтарка бір бәлесі. В общем, сол бунтаркамен араласады ғой анау деп бұған сенгенем. Ютуб каналда бар ғой деп сенгенем. В общем, бұған. В общем, мен қадап кетті достар. Енді білмеймін неғып қадағанын. Енді білмеймін, осы Вегасқа жазыңдар. В общем, мен каналымда. В общем, енді дамылмай әлі жүрмін, сорлы болып. В общем, так, в общем, енді ақымақ болсаң қиын екен негізі ше. Так, Вегас ФФ. Так, достар, мына видео көпке созылып кетті. Енді Вегасқа жазыңыздар, аккаунтын бер, анау деп. Болмаса боқтап кетіңіздер. Енді болмайды. Тупойлық, таза тупойлық, таза малдың ісі мынау. Садақа болған ақшаны бермесе, болмаса аккаунт бермесе, оған аккаунт садақа. Бишара екен ғой достар. Бұл үшін 5000 теңгесі жоқ, бишара екен. Сол үшін достар, енді міндетті түрде ВК-сына жазып, сондай бір бәле қылып кетіңіздер. В общем, ВК-сы описаниеде тұрады. Сол үшін достар, енді
видеоролик түсінген жастар мағынасын в общем. Сол енді Вегас деген ютубер мені қадап кетті в общем 5.000 теңгеге. Енді 5.000 теңге в общем мен жерде жатқан ақша емес достар. Так, в общем, значит, азам стрим болады ма? Вегасқа кірісіп қояйық. Так, почти 40 000 подписчикке жетейін деп қалған екен бұл достар, енді көріп достар. Так, енді не деп алдайды деймін да, ё-моё. Так, в общем, видео көпке созылып кетті, в общем, аяқтайық видеороликті. В общем, сіздермен бірге болған талшын кездесу арнасы амандықта жүздескенше пока-пока, чао.